Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы қайтып салық төлеуден заңды негізде босауға болады. Яғни заңды бұзбай, заңның шеңберінде жұмыс істеу арқылы, бірақ салықтан босаса болады деген тақырыпты өзіміздің видеомызға арқау етіп отырмыз. Өздеріңіз білесіздер, 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап мемлекетіміз арнайы салық режимінде жұмыс істейтін бизнес субъектілерін 3 жылға салықтан босатты. Яғни осы тұлғалар 3 жыл бойы өздерінің табыстарынан табыс салығын төлемейді. Осы жағдай туындаған кезде басқа бизнес режимде жұмыс істейтін жаңағы бизнес өкілдерінде сұрақ туындауы мүмкін. Бізде де салықтан босатпады екен деген сияқты, біз не істесек болады деген сұрақ туындауы мүмкін. Оларға айтатыным, егер де сізде жаңағыдай басқа режимде жұмыс істеп жүретін болсаңыз, салықтан босағыңыз келетін болса, онда өзіңіздің салық режиміңізді ауыстырыңыз. Қателестеген жоқсыз. Өз салық режиміңізді арнайы салық режиміне, упрощенныймен жұмыс істейтін салық режиміне өзгертіңіз. Сол кезде сіз де салықтан 3 жылға босайтын боласыз. Оны ауыстыру өте қиын емес. Қаласаңыздар келесі бір видеоларымда қалай режимді ауыстыруға болатындығы жайында видео түсірейін. Комментарий жазыңыздар. Сіздердің комментарияларыңызға байланысты белгілі болады, сол тақырыпқа видео түсірейін ба, әлде түсірмейін ба. Сондықтан сіздерден комментарий күтемін. Енді тағы да бір жағдай бар. Кейбір кәсіп түрлері бар. Арнайы салық режимімен жаңағы жұмыс істеуге болмайтын. Әрине, егер де сіздің кәсібіңіз сол кәсіп түрлеріне жатпайтын болатын болса, ол мысалы аудиторлық қызмет, бухгалтерлік қызмет, жер қойнауын пайдалану сияқты қызмет түрлері бар. Салық кодексінде бар, қаласаңыздар онда мен бөлек-бөлек әрқайсысына тоқтап өтейін. Мен бүгінгі видеом жалпы. Егер де сіздің кәсібіңіз салық режимін, арнайы салық режимімен жұмыс істеуге сыймайтын болатын болса, яғни адам саны бойынша, табыс мөлшері бойынша сыймайтын болатын болса, онда бизнесіңізді бөлшекті ойластырып көріңіз. Жеке бизнес епларға, болмаса жеке кәсіпкерлікке немесе болмаса туаш тіркеп тастаңыз. Сол кезде мүмкін сіздің бизнесіңіз жаңағы шектеулерден аспауы мүмкін. Сондықтан осы мәселелерді ойластырып көріңіздер. Достар, егер де бұл видео сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басыңыздар. Егер де басқа видеоны жіберіп алмайын дейтін болсаңыздар, онда менің каналыма тіркеліңіздер, қоңыраушаны басыңыздар. Осы каналда қазақ тілінде қаржы саласында, салық, бухгалтерлік есеп салаларында, қоғамда болып жатқан жайттарға байланысты, жіберілетін қателіктерге байланысты видеолар үнемі жүктеліп отырынады. Мені кім десеңіздер, менің есімім Смағұлов Аманжол. Қаржы саласында, оның ішінде бухгалтерлік есеп көрсету саласында өзімнің жеке жаңағы компаниям бар, бухгалтерлік қызмет көрсету бойынша. 10 жылдың үстінде үлкен компанияларда бас бухгалтерлік қызметін атқарған еңбек жолым бар. Сондықтан мен бұл тақырыптар маған өте жақын тақырыптар. Мен өзімнің міндетім ретінде алдым, халықпен бөлісіп, айтып, түсіндіріп отыруды. Келесі видеода жолыққанша сау саламат болыңыздар.